Жұмыртқаның қабығын қоқыс шелекке тастауға асықпаңыз. Негізінде әрбір әйел адам 30 жастан кейін өзіне күтім жасамаса, жас ерекшелігіне қарай оның терісі салбырап босай бастайды. Алғашқы әжім іздерінің де көрініс беруі 30 жастан асқаннан кейін байқалады. Бұл кезде бет терісіндегі эластин, коллагенді жоғалта бастайды екен. Сондықтан да мейлінше жастық қалпыңызды сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығының да орасан зор көмегі бар екендігін біріңіз білсеңіз, келесі біріңіздің хабарыңыз болмауы мүмкін. Ендеше ас үйде жиі пайдаланатын азықтың бірі жұмыртқа екендігі белгілі болса, оның қабығына дейін пайдаға асыруға кірісейік. Салатқа немесе қамыр илегенде кейде тамаққа жұмыртқаны қосқаннан кейін қабығын қоқыс шелегіне тастамай кәдеге жарата біліңіз. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауға болады. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып алыңыз. Егер де сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтардан тазартып алу үшін сірке сумен де жусаңыз болады. Негізінде жұмыртқаның ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтер секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықшаны абайлап алып, қатты қабықтан ажыратып аласыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал болып табылады. Оны екіге бөліп, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланатын аймаққа жапсырып қоясыз. 10-15 минуттай ұстап тұрасыз да, пленканы жапсырған кезде мимикаға жол жоқ. Яғни күлмейсіз. Көз айналасына жапсырған пленка түсіп қалмас үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс. Бірақ сөйлеуге болады. Ендігі кезек сыртқы қабатында. Қатты қабықты тазалап жуып, ұсақтап, құрғату үшін майлықтың үстіне жайып қоясыз, әбден кепкенін күтесіз. Ол үшін 2-3 күн күтсеңіз тіпті жақсы. Кепкен қабықты алып ұнтақтаймыз, блендермен немесе дәкені 2-3 қабат етіп, қабықты орап алған соң, сыртынан балғамен ұрып ұнтақтайсыз. Кәдімгі ұн секілді болып түйірші қалмайтындай ұнтақтағаныңыз дұрыс. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізді жырып, теріге зақым келуі мүмкін. Содан кейін маска дайындауға кірісеміз. Ол үшін бір ас қасық кез келген айран немесе йогуртта бола береді. 1 шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып араластырасыз. Соңынан бетіңізге масканы щеткамен жағып шығасыз. Қолмен жағуға болмайды және уқалаудың, массаждың қажеті жоқ. Жай ғана масканы жағып 10-15 минуттай масканың кепкенін күтесіз. Кепкенін байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көресіз. Содан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен сылып алып тастаймыз. Артынан қалған қалдықтарын жылы сумен жуып аламыз. Егер бетіңіздің терісі майлы болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ. Ал құрғақ тері болса, маскадан соң міндетті түрде нәрлендіргіш кремді жағып қойыңыз. Бетіңіз сергіп, жаңарып қалғанын байқайтын боласыз. Бұл масканы құрғақ тері үшін аптасына 2 рет, тіпті 3 рет жасасаңыз да болады. Майлы тері үшін аптасына 1 рет осы масканы жасап тұрсаңыз жеткілікті. 4 аптадан соң теріңіздің жасарып, әжімдерін тартылып, әдемі теріге ие болғанын сезесіз. Қолдағы бармен ас үйде жиі қолданатын, бірақ біз көбінесе қажетсіз деп санайтын жұмыртқаның қабығымен ақ керемет нәтижеге жетуге болады. Жасап көріңіз, өзіңізде таң қаласыз.